Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен мохитоны ерекше әдіспен дайындап бөлісетін боламын. Жаз айында керемет таптырмас шөліңізді қандыратын салқын сусындардың бірі. Ерекше әдіспен дайындап бөлісемін. Видеомды соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға осындай апельсин, лимон және де кивиімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Толық суы шыққанша осылай блендерлеп жақсылап араластырып алып, енді ситаға салып аламыз, яғни сүзгіге салып, үстінен осылай вилканың көмегімен жақсылап суын шығарып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай менде толық суы шықты. Енді осыны 2 графинге бөліп құйып аламыз. Менде бұл жерде 1,5 литрлік графиннен 3 литрлік графин. Енді үстінен жалбызымызды салып, барбадос сиробының киви лайм деген түрін алып қолдандым. Егер де еско деген сироп табылып жатса, сол сиропты алуға кеңес беремін. Мохитоға өте жақсы үйлеседі және де түсі өте керемет шығады. Менде дүкеннен табылмағаннан кейін осы барбадос сиробын қолдандым. Екеуіне де осылай жақсылап құйып алып, үстінен апельсин және де мұз салып аламыз. Және де мұздатылған сарағашымызды алып құямыз. Міндетті түрде салқын холодильникте тұруы шарт, және минералды судың кез келген түрін алып қолдана берсеңіздер болады. Тек минералды су ғана емес, спрайтты қолдансаңыздар да болады, өте жақсы үйлеседі. Мен негізі мохитоның алдын езілмеген түрінде істегенмін, бірақ маған дәл осы, яғни апельсин, лимон, киви барлығының сығылғаннан кейін керемет дәмі шығатын болады. Дәл осы түрі ерекше қатты ұнады. Сіздерге де дәл осы құраммен жасап көруге кеңес беремін. Өздеріңіз қандай нұсқамен жасайсыздар, сол жөнінде комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Осылай 2 графинімізге де минералды суымызды мұздатып, толығымен құйып аламыз. Негізінде бұл біздің мохито сусынын мұздатып ішсеңіздер өте керемет болады, және газы шығып кетпей тұрып ішкендеріңіз жақсы. Одан соң осылай ыдысымыздың түбін шайқап жібереміз. Түбінде ерімеген сироптарын осылай ертіп аласыздар. Дайын болды. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Кез келген қонаққа қоюға да керемет болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап қойыңыздар және қоңырауша белгісінде басып қойыңыздар. Сонда менде жаңа рецепттер шығатын болса, сіздерге бірден көрінетін болады.